сонда үлкен жарысқа барып, сіздерге алып отырған біздің Түркістан облысының елдің атынан шығып отырғандарыңызға шексіз алғысымыз, рахметімізді айтамыз. Және де осы біздің жұртшылығымыздың еңсесін көтеріп, әрбір спорт дегенде мәдениет болсын, спорт болсын, ол жай ғана өз үшін ғана керек емес, өйткені ол осы біздің облыстың рухын көтереді, еліміздің рухын көтереді. Сол сияқты сіздерді көріп отырып, біз мақтанамыз, бәр жастарға айтып жүреміз. Әлде де мен осы жастармен өздеріңізбен тағы да бөлек-бөлек спорт саласымен кездесем деп отырмын. Боксшылармен бөлек, күресетін, тағы қай жағынан мықтымыз, бәрімен шабандоздарымызбен де кездесеміз деп сөйтіп жоспарлап отырмыз. Азия және Азия пара ойындарында өздеріңіз көрсетсіздер. Ол деген бізге үлкен мәртебе. Жұмыс істеп осылайынан өздеріңіз көрсетіп алып келгенге мен өте қуаныштымын. Жеке өзім басынан және де Түркістан жұртшылығының атынан сіздерге алғысымызды және бір рет айтамыз. Қазіргі таңда көріп отырсыздар, бізде үлкен стадион соғылды, теннис орталығы, жақын арада біз өзіміздің мұз сарайымызды аштық. Еске кесуіміз басталған, жалғастырып онда аяқтаймыз. Ол жерде де бізде үлкен үміттеріміз ақтайды деген осы спортшыларымыз сондай жағдай жасап берсек деп сондай үмітпен жасап отырмыз. Одан да басқа бізде мынау стадионымыз бар, тағы да мынау Бекзат Саттарханов атындағы үлкен спорттық кешеніміз жүріп жатыр. Олардың барын аяғына дейін жеткізіп, сол жерде біздің жастарымыз және де осы сіздердің арттарыңыздан өсіп келіп, сосын Қазақстанда, Азияда, әлемде өз өнерлерін көрсетеді деп айтсақ болады. Сондықтан да және бір рет құтты бола берсін. Өздеріңіз мынау Түркістан абыройын көтеріп, еңсесін көтерсіздер, жастар сіздерге қарап тартылады. Ол да бір идеология жақсы әсер беретін бір сала, спорт саласы деген. Жаттықтырушылар, сіздерді біздің жұртшылығымыздың еңсесін көтеріп, әрбір алып отырған біздің Түркістан облысының елдің атынан шығып отыр, әрбір спорт дегенде мәдениет болсын, спорт болсын. Қазақстан облысынан бөліп шыққаннан кейін бізде облыс орталығы Шымкентте жастарға айтып жүреміз, әлемде жүреміз жастарға. Көкелектерге арналған Сауран спорт клубының директоры. Қай жағында мақтымыз бәрімен Шапағат медалімен Спатай Бейбарыс Аблайұлы награда 28 қазан аралығында Қытайдың Ханчжоу қаласында ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін Шапағат медалімен Спатай Бейбарыс Аблайұлы наградталады. Параконо Этен Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Параконо Этен Қазақстан Республикасының 3 дүркін чемпионы, ағымдағы жылдың 22-28 қазан аралығында Қытайдың Ханчжоу қаласында өтетін Азия пара ойындардың 2 дүркін күміс жүлдегері. Шапағат медалімен қазан аралығында Қытайдың Ханчжоу қаласында өтетін Азия пара ойындардың облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Жаттықтырушысы. Байдарка мен каноэда есуден Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушысы. Бәрі жағынан спорт для выступления на Олимпийских играх. Теперь мы готовимся. Дисциплина күмістен алып шықтым. Соған Түркістан облысы әкімінің грамотасымен Айтжанов Мырзағали Құланұлы марапатталады. Бокстан Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушысы. Түркістан облысы әкімінің грамотасымен Иванов Геннадий Михайлович марапатталады. Параконо Этен Қазақстан Республикасының жоғарғы санатты жаттықтырушысы.
Тайкенов Шалғас Дулатұла марапатталады. Параканы Эден Азия пара ойындарының күміс жүлдегері. Балтабаева Жаңыл Талғатқызы Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Параканы Эден Азия пара ойындарының қола жүлдегері. Дайырбек Темірхан Есболатұлы Азия пара ойындарының қатысушысы Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Шмелева Ольга Александровна Байдарка Есуден Азия ойындарының күміс жүлдегері Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Киселева Ульяна Сергеевна Каноэда Есуден Азия ойындарының күміс жүлдегері Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Тоғынбай Сағындық Бауыржанұлы бокстан Азия ойындарының қола жүлдегері Түркістан облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Спасибо большое за поздравления. Все мы здесь сегодня собрались. Вы знаете, дальше у нас планы выступать на Олимпийских играх. Следующее наше выступление должно быть на чемпионате Азии в Токио 28-22 апреля 2024 года. Там мы сможем взять лицензию для выступления на Олимпийских играх. Теперь мы готовимся туда. Шансы у нас хорошие. Лицензия будет. Как выступим на Олимпиаде, время покажет. Вот. Ждем канал, который нам достроим. Будем на нем работать, процветать. И процветать нашу область туркестанскую. Спасибо большое, будем дальше работать. Тархан Амангелдіұлының марапатына арнайы келдік. Тек қана біз емес, осы облыстағы Азия ойындарының, Паразияда ойындарының жүлдегерлерін марапаттады. Бұл да бір спортшыларға, бапкерлерге бір талпыныс береді деп айта аламын. Неге десек, істеген жұмыстың еңбегін бағалаған, ол да бір жігерлендіреді. Жалпы Түркістан облысында спортқа облыс басшылығының көзқарасы өте жақсы. Келешекте осы үлкен жетістіктерге жететінімізге сенімдімін. Пара Азия ойындары жалпы негізі күрделі өтті деуге болады. Себебі ояқтың часовой поясы алдыда. То есть біз таң сағат 6-та тұрып, каналға барып не істейміз дегенше, оның бәрі біздің уақытпен кішкене қиындау болды. Бірақ жалпы өзі жарыстың өзі негізі жақсы өтті деп ойлаймын. Негізі алтын алмасам, негізі алтын деп есептеп барғанбыз, бірақ бұйырғаны осы болды. 2 күміс. Енді біздің алдыдағы мақсатымыз ол Парижде өтетін пара олимпиада ойындары. Енді пара олимпиада ойындарына негізі медальға негізі былай санап десегенде 3-ші орынға доли секунды қалып тұрмын. Негізі уже шанс бар деп ойлаймын. Енді соған акцент қойып, сол паралимпиадаға жеңіп алуға акцент қойып, соған дайындаламыз. Ата былай негізі айтып өткенде Қазақстан халқының қолдауы негізі өзімізге күшті жігер берді. Инстаграмда, басқа жерде қанша адам жазып жатыр, құттықтап жатыр, қолдап жатыр. Және де біздің елімізде кім білмей жатқан адамдар бар шығар, енді бірақ бізде мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдайтын Қазақстан халқына фонды бар. Сол фонд маған 2 аяма бірден жаңа протез жасап берген. Соның арқасында кішкене мен результатын жылдан жылға жақсарып келе жатыр. Былай айтқанда дайындық барысы жеңілірек өтіп жатыр. Оның өзі бізге мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен көмек деп санаймын. Түркістан облысының әкімі бізді өзі қарсылап күтіп алып, осылай құттықтап жатқанына рахмет. Бізге әбден көп жігер берді. Мотивация дейді, орысша айтқанда мотивация берді. Енді осы мотивациямен күш жинап Парижге дайындаламыз. Спатай Юбарс Аблайұлы.